Саламатсыздар ма оқушылар? Сіздермен бірге Айнұр апай. Бүгінгі видеода 6 сынып математика пәнінің 1-9 шеңбердің ұзындығы дөңгелектің ауданы шар сфера тақырыбындағы с деңгейінің 197-ден 203-ке дейінгі есептерінің шығарылу жолдарын қарастырамыз. Осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, және қоңырау шараны басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осы видеоны достарыңызға жіберіңіздер. Ал біз бастайық. 197-ші есеп. Қыры 20 см кубтың ішін радиусы 2 см неше шармен толтыруға болады дейді. Яғни, мына бізде куб, оның әрбір қыры 20 см-ден, және осының ішіне радиусы 2 см болатын мына шардың нешеуін сыйдыруға болады дейді. Мына шарды алатын болсақ, міне мынау бізде радиусы, мына жері 2 см деп алайық. Мына жағы да радиус, ол да 2 см. Толығымен 2 радиусты алатын болсақ, бұл диаметр, диаметрі ол мына сыртында тұрған кубтың қабырғасына тең болады. Яғни, мына кубтың қабырғасы 4 см-ден. Олай болса жазайық, радиус 2 см, ал диаметр дегеніміз ол 2 радиусқа тең, яғни 2-ні 2-ге көбейтсек 4 см болады. Енді осы кішкентай кубтың көлемін тауып алайық. Ол, егерде мына бір қабырғасы А дейтін болсақ, А-ның 3 дәрежесі, және бізде ол бір қабырға міне 4-ке тең болды. Олай болса 4-тің 3 дәрежесі болады. 4-тің 3 дәрежесі дегеніміз 4-ті өз-өзіне 3 рет көбейт деген сөз. Яғни кішкентай кубтың көлемі 64 см кубқа тең болады. Енді мынау үлкен кубты алайық. Оның бір қабырғасы Б деп алатын болсақ, үлкен кубтың көлем үлкен деп қояйын. Ол Б куб болады. Б деген бізде 20-ға тең, яғни 20-ның кубы. 20-ны өз-өзіне 3 рет көбейтетін болсақ, онда ол 8000-ға тең болады. 8000 см куб. Енді осы 8000 см куб пішіннің ішіне көлемі 64 см куб болатын шардың нешеуі сыятын білу үшін, біз мына 8000-ді 64-ке бөлуіміз керек. Сонда жауабы 125 шар болады екен. Келесі есеп 198. Жеңіл мәшиненің доңғалағының радиусы 37,5 см. Тас жолда жүріп бара жатқан жеңіл мәшиненің доңғалағы 1 минутта 400 айналым жасайды. Жеңіл мәшине сағатына неше километр жылдамдықпен жүріп барады дейді. Бізге белгілі мәліметтерді жазып қояйық. Бұл дөңгелектің радиусы бар. 37,5 см. Одан кейін 1 минутта 400 айналым жасайды деген бар. 400 айналым жасайды екен. Енді бізге жылдамдық V-ны табу керек. Бұл жерде енді радиус арқылы шеңбердің ұзындығын тауып алуға болады. С-ның формуласы 2πr. Мәндерін орнына қояйық. 2 көбейту π дегеніміз 3,14, көбейту радиус дегеніміз ол мына жерде 37,5. Барлығын бір-біріне көбейтетін болсақ, 235,5 см шығады екен. Шеңбердің ұзындығы ол бір айналым жасаған кезде жүретін жолы болады. Енді бізде бұл жерде 400 айналым жасап тұр деп тұр. Олай болса, осы 235,5-ті 400 айналымға көбейтуіміз керек. 94200 сантиметрге тең екен. Енді жылдамдық бізде километр сағатпен өлшенетін болғандықтан, мына сантиметрді километрге айналдырамыз. 1 километрде 100.000 сантиметр бар. Олай болса, мына санның үтірін алдыға қарай жылжытамыз 5 орынға. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 9-ның алдына түсіп тұр. Олай болса 0,1942 километр болады екен. Және бұл бізде 1 минутта жүрген жолы. Ал сағатта, 1 сағатта 60 минут бар. Сондықтан біз енді осы 60 минуттағы жүрген жолын табуымыз керек. Олай болса жазамыз. S тең. Мына жүрген 1 минутта жүрген жолды 0,1942 километрді көбейтеміз 60 минутқа. Сонда шығады 56,152 километр шығады екен. Енді бізде жылдамдықтың формуласын жазып алайық. Жылдамдық жүрген арақашықтықты уақытқа бөлу арқылы табылады. Жүрген жолымыз міне белгілі 56,152 километр, және ол 1 сағатта жүрілген уақыт. Яғни бөлеміз 1-ге. Сонда жылдамдығы 56,152 километр сағат болады екен.
Келесі 199 есеп. Автомобиль 2 километр 826 метр жол жүргенде оның доңғалағы 1200 айналым жасады. Автомобильдің доңғалағының диаметрі неше метр? Бізге белгілі мәлімет жүрген жол S, және ол бізде 2 километр 826 метр деп берілген. Біз бұны толықтай метрге айналдырып алайық. Олай болса, ол 2826 метр болады. Және осы жолды жүру үшін қанша айналым жасады? Белгілі 1200. Енді осы жерден шеңбердің ұзындығын табу үшін осы жүрген жолды 2826-ны айналымға бөлсек, біз шеңбердің ұзындығын аламыз. Яғни 2826-ны 1200-ге бөлсек, 2,355 метр болады. Бізге енді диаметр табу керек. Ол үшін шеңбердің ұзындығының формуласын қарастырайық. С тең 2πr деген формуламен табылады. Пи мен 2-нің орнына ауыстырсам, пи көбейту 2r деп жазуға болады. Мына 2r дегеніміз ол диаметр. Сонда формуламыз пи көбейту диаметр болады. Немесе астына жазайын. С тең пи көбейту диаметр. Осы жерден диаметрді табатын болсақ, шеңбердің ұзындығын пиға бөлуіміз керек екен. Енді осы мәнін қояйық. Шеңбердің ұзындығы міне бізге белгілі 2,355 метр. Оны бөлеміз 3,14-ке. Сонда 0,175 метр шығады екен. Енді бұны сантиметрге айналдыру керек болса, яғни 100-ге көбейтеміз, онда ол 75 сантиметр болады. Балалар, видео ұнап жатса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, және қоңыраушаны бассаңыздар, жаңадан шыққан видеоны бірінші болып көресіздер. Сонымен қатар, осы видеоны достарыңызға жіберіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазыңыздар. Келесі есеп. Қабырғасы 20 см квадраттың ішіне салынған боялған фигураның ауданын табыңдар дейді. Мына бізде міне квадрат, оның ішіне салынған мына фигуралардың ауданын табуымыз керек. Ол үшін бірінші біз мынаны түсінуіміз керек. Мысалы үшін мына жарты дөңгелек, бұл толық бір шеңбердің жартысы деп түсінсек болады. Мысалы үшін былайнан міне. Мынаны былайнан толық шеңберге толықтыруға болады. Сонда соның жартысы алынып тұр. Дәл сол сияқты мында да жарты бар. Міне мына екі жарты бір-біріне қосылғанда осындай толық шеңбер шығады. Және мына жоғарысы мен төменде де дәл сондай жартылар бар. Қазір оны есебімізде қолданатын боламыз. Енді қабырғасы 20 см дейді. Мына берілген квадраттың барлық қабырғалары бір-біріне тең, және оның өлшемі 20 см. Сонымен жазайық. А қабырғасы ол 20 см. Және осы квадраттың ауданын табатын болсақ, S квадрат деп қояйын. Ол А квадратқа тең, А дегеніміз 20-ға тең, 20-ның квадраты 400 сантиметр квадратқа тең болады. Енді мына А қабырғасы деп отырғанымыз мынау ғой міне. Мына шеңбердің ол диаметрі болады. Олай болса жазайық. А ол диаметрге тең, ал диаметр дегеніміз 2 радиусқа тең. Сонда осыдан радиус тауып алатын болсақ, ол керісінше осы А қабырғасын 2-ге бөлгенге тең екен. А қабырғасы бағана айтқанымыздай 20-ға тең. 20-ны 2-ге бөлсек, радиус 10 сантиметр болады екен. Радиусы белгілі. Енді осы дөңгелектің ауданын тауып алайық. S дөңгелек, оның формуласы πr квадрат. Орындарына қояйық. Пи дегеніміз 3,14, көбейту радиус 10 сантиметр болды, яғни 10-ның квадраты. 10-ның квадраты 100, 100-ді 3,14-ке көбейтсек, 314 сантиметр квадрат шығады. Боялған бөліктің ауданын табу үшін біз осы екі дөңгелектің ауданынан алып тастауымыз керек квадраттың ауданын. Орындарына мәндерін қояйық. 2 көбейту дөңгелектің ауданы 314-ке тең. Азайтамыз, квадраттың ауданы 400. 2-ні 314-ке көбейтсек 628, одан 400-ді азайтамыз. Сонда боялған бөліктің ауданы 228 сантиметр квадрат болады екен. Келесі 201 есеп. 1/24 суреттегі тік төртбұрыштың ұзындығы 10 см, ені 5 см. Оның боялған бөлігінің ауданын табыңдар дейді. Мынау толықтай міне 10 см, мына жағы 5 см. Мына тұрған тік төртбұрышты былай дәл ортасынан бөліп алатын болсақ, онда мына қабырғасы 5, және мына қабырғасы да 5 болады. Екеуін қосқанда міне
ұзындығы 10 сантиметр шығады. Енді осының мына бір бөлігінің ауданын тауып алып, соны екіге көбейтсек, сонда толықтай боялған бөліктің ауданын таба аламыз. Ендеше бізге белгілі мәліметті жазып алайық. Бізде А қабырғасы белгілі 5 сантиметр. Мынау міне сонда бізде квадрат болып тұр. Барлық қабырғалар бір-біріне тең. Онда осы квадраттың ауданын табайық. Ол А-ның квадраты, яғни 5-тің квадраты, ол 25 сантиметр квадратқа тең. Енді мына жерді міне шеңбер деп алатын болсақ, шеңберге былайынан толықтыратын болсақ, мінекей, мынау шеңбердің бір бөлігі. Дәл сол сияқты бөлік, міне мында бір бөлік, мында бір бөлік, мына жерде бір бөлік тұр. Осы 4 бөлігі бірігіп бір шеңберді құрастырады. Сонда бұлардың радиусы, мынау міне бізде радиус қой. Радиусы мына қабырғаның тең жартысына тең. Олай болса жазамыз. Радиус ол тең 5 бөлу 2, 2,5 сантиметр. Енді осы дөңгелектің ауданын табайық. Дөңгелектің ауданы πr квадрат. Пи дегеніміз 3,14 көбейту радиус ол 2,5-тің квадраты. 3,14 көбейту 2,5-тің квадраты 6,25. Енді екеуін көбейтетін болсақ, 19,625 сантиметр квадрат болады. Енді боялған бөліктің ауданын табамыз. S боялған бөлік деп қояйын. Ол тең. Бағана біз айтқанбыз, бір бөлігін тауып алсақ, сосын оны екіге көбейтеміз дегенбіз. Олай болса, бірден осы жерде жазып жіберейік. 2 көбейту. Енді мына бір бөлігінің өзінің ауданын табу үшін квадраттың ауданынан мына дөңгелектің ауданын алып тастауымыз керек. Яғни квадраттың ауданы 25, одан азайтамыз, дөңгелектің ауданы 19,625-ті. Екіні жазып қояйық, көбейту 25-тен 19,625-ті азайтсақ, 5,375 шығады. Және оны екіге көбейтсек, 10,175 сантиметр квадрат болады. Келесі, сағат 2 сағат 25 минут уақытты көрсетіп тұр. Міне мынандай болып. Сағаттың сағаттық тілімен, мынау міне сағаттық тілі, минуттық тілінің арасындағы дейді, міне екеуінің арасындағы бұрыш неше градус дейді. Альфа деп қойсақ, осы альфаны табу керек. Енді ол үшін жалпы мынау толық бір шеңбер деп алатын болсақ, шеңбер ол 360 градусқа тең, және ол бізде міне 12 бөлікке бөлінген екен. Олай болса жазамыз. 12 сағат ол 360 градус болып тұр. Енді осы жерден бір сағатты табатын болсақ, яғни әрбір сағаттың арасындағы бұрышты табамыз бұл кезде. 360 градусты бөлеміз 12-ге, сонда ол 30 градус болып шығады екен. Яғни әр сағаттың арасы 30 градус екен. Яғни 12 мен 1-дің арасы 30 градус, 1 мен 2-ның арасы 30 градус, 2 мен 3-тің арасы 30 градус деген сияқты осылайынан толықтай кете береді. Енді 2 мен 5-тің арасында тұр бізде. 2 мен 5-тің арасы мінекей 1, 2, 3. 3 бөліктен тұр. Олай болса, осы 30 градусты көбейтеміз 3-ге, 90 градус болады. Бірақ бізде минуттың тілі жылжыған сайын сағаттың тілі де жылжып отырады. Бірақ нақты қаншаға жылжығаны белгісіз. Оны табу үшін мына 2 мен 3-тің арасы ол бізде 1 сағат. 1 сағат дегеніміз 60 минут. Ал қазір бізде 25 минут өтті, яғни осы 60-тың 25 минут өтті деген сөз. Яғни былай есептейміз. Мына 30 градустың жалпы мына 2 мен 3-тің арасы 30 градус еді. Осы 30 градустың қанша бөлігін өтті, оны табу үшін ол 25 минут жылжыды, және барлығы 60 еді. Яғни 60-тан 25 бөлігін табамыз 30 градустың. Енді мына жерде 30 бен 60-ты қысқартып тастауға болады. Мында 1 қалады, мында 2 қалады. 25-ті 2-ге бөлсек 12,5 болады. Енді бағанағы айтқан, бізде 2 мен 5-тің арасы 90 градус еді. 90 градустан азайтып тастаймыз. Мына 12,5 градус. 12,5 градусты. Сонда есептің жауабы 77,5 градус екен.
Келесі 203 есеп тиімді тәсілмен есептеңдер деп берілген. Аны былайынан жалғастырайық. Алымындағы сандарды көшіріп жазамыз. 99.999 көбейту 55.555. Бөлшек сызығын сызып алайық. Бөліміндегі сандарды қосамыз. Енді осы жерде қосу кезінде тиімді тәсілді қолдануымыз керек. Сандардың барлығынан 10 шығатындай қылып есептейміз. Мысалы үшін 6 мен 4-ті қоссақ 10, 8 мен 2-ні қоссақ 10, 20 болды. 7 мен 3-ті қоссақ 10, 30 болды. 1 мен 9-ды қоссақ 10, 40 болды. Және мында 5 бар, 45. Енді мына жерде бөлшегіміз бөлініп тұр. Оны біз көбейтуге айналдырамыз. Ал көбейтуге айналдырсақ, одан кейінгі тұрған мына бөлшек кері санға айналады. Кері санға айналады дегеніміз ол алымы мен бөлімінің орындарын ауыстырамыз деген сөз. Яғни мына 77.777 көбейту 44.444 бөліміне кетеді. Ал мына сандар қосылып, олар алымына барады. Енді осыны есептейік. 6 мен 4-ті қоссақ 10, 3 пен 7-ні қоссақ 10, екеуі бірге 20 болады. 20-ға 5-ті қоссақ 25, оған 2-ні қоссақ 27, оған 1-ді қоссақ 28 болады екен. Енді мына жерде сандарды қысқартуға болады, өйткені бөлшектеріміз көбейтіліп тұр. Мысалы үшін 99.999 бен 77.777-ні қысқартуға болады. Екеуі де 11.111-ге бөлінеді. Мына жерде 9 қалады, мында 7 қалады. Дәл сол сияқты 55.555 пен 44.444-ті де 11.111-ге бөліп тастауға болады. Сонда мына жерде 4 қалады, ал мына жерде 5 қалады. Енді мына жерде екі санның арасы көбейту еді. Яғни 7 мен 4-ті көбейтсек 28, ол мына алымындағы 28 бен қысқарып кетеді. Ал мына жерде 9 мен 5-ті көбейтсек 45, ол мына бөліміндегі 45 бен қысқарып кетеді. Сонда барлық санның орнында 1 қалды, есептің жауабы 1 екен. Балалар, осымен бүгінгі қарастыратын есептеріміз аяқталды. Видео ұнаса видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осы видеоны достарыңызға жіберіңіздер. Ал мен сіздермен келесі видеоға дейін қоштасамын. Сіздермен болған Айнұр апай, оңай математика каналы.